Сәлем достар, сіздермен нан салма, яғни Қытайдың дапанжи тамағын дайындап көрсеткім келіп отыр. Ең дәмді осы қамыр тамақ қазақтар өте сүйсініп жейтін, ауылдық жерлерде, әсіресе оңтүстік жақта көп дайындалатын осы нан салма тамағы қамырмен және салмасынан тұрады. Видеоны соңына дейін қарап тіркеліп кетіңіздер. Бізге қамырға 300 мг мұздай салқын су керек болады. Жарты шай қасық тұз керек болады. Одан кейін 1 штук жұмыртқа керек болады. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осы ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырыңыз жұмсақ болмау керек. Қаттырақ қылып илеңіз, себебі 1-2 рет иін қандырып басқаннан кейін қамыр өзі шамалы жұмсаратын болады. Ұнды електен өткізсеңіз де болады, өткізбей осылай бірден барлығын салып, осындай жұмсақ емес қамыр илейсіз. Қамырыңызды 30 минутқа бетін жауып қалдырып қойыңыз. Бізге осындай тауық еттер керек болады. Менде бедра тауықтың. Одан кейін қолдан жабылған осындай салат, қысқыға арналған томаттың орнына осыны пайдаланатын боламын. Одан кейін картоп, болгар бұрышы, пияз, чеснок және қызанақ помидор керек болады. Ең алдымен біз осы тауық аяқтарын бөліп алуымыз керек болады. Ортасынан үлкен пышақпенен қызып тұрған майымыздың үстіне осы етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымызбен осы помидорымызды жақсылап ірілік қылып турап алатын боламыз. Қатты майда қылып жібермеңіздер. Одан кейін келесі бізде бұрыш. Осы болгарскийімізді да үлкен-үлкен қылып, осындай 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Келесі бізде чеснок. Чесногымызды осылай видеодағыдай майдарақ қылып турап, оны да жаңа етіміздің үстіне салып, барлығын бірде қуырып алатын боламыз. Картошкамызды шамамен 1 килодай алсаңыз болады. Осы картошкамызды 2 бөлес, қатты үлкен болса картошкамыз 4 бөлікке бөлсеңіз болады. Енді осы картошкамызды жаңағы қазанымызға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Достар, кез келген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіз болады. Мен оқып, міндетті жауап беретін боламын. Осындай зеленімізді, томатымызды қосып, тағы да қазанымызды араластырып, біраз 5-10 минутқа қуыратын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды салып, және суымызды құйып, картошкамыз батып тұру керек. Кішкене сорпасы молырақ болса, қамырдың бетіне құямыз. Енді қазанымыздың крышкасын жауып, 30-40 минутқа баяу отта қайнатып, етіміз, картошкамыз піскенше қоятын боламыз. Ал енді иі қанған қамырымызды жаюды бастаймыз. Бізге ұн қажет болады. Ұнымызды осылай сеуіп, бірінші қолдың күшіменен осылай қамырымыздың бетін басып, қамырымызды жаюға үлкейтіп аламыз. Бірден жайып кетпеңіздер, оқтаумен осылай қолдың көмегімен қаттырақ басып, бүктеп тұрып, ұнды аямай шашып тұрып, осылай үлкейтіп алатын боламыз.
үлкейген қамырды оқтаудың көмегімен жайып бастаймыз. Дәл осы видеодағыдай мен сияқты қамыр жаятын болсаңыз, жыртылмай әдемі болып жайылады және бұл қамырды жаю ұзақтығы 5-7 минут уақытыңызды алады. Көрдіңіз, осылай тез-тез әдемі қылып жаясыз. Жұп-жұқа да емес, қатты қалың да емес, әдемі болып тестамыз әдемі болып шықты. Енді ұнды жақсылап арасына сеуіп, оқтаумен орап, ортасынан осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай кесіп алыңыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз қатты ұзын болмайды, қатты қысқа болмайды, әдемі болып шығатын болады. Енді осылай орап, тақтаймен пышақты алып, шамамен 1,5-2 см көлемінде осылай кесіп алатын боламыз. Көрдіңіз ғой? Ұнды көбірек сепсеңіз, арасы жабыспайтын болады. Өйстіп қолдың көмегімен сілкілеп ұнынан кетіріп алатын боламыз. Қайнап тұрған дайын суымызға осы бір ас қасық тұз салып, 5 минутқа осы қамырымызды қайнатып алатын боламыз. Қамырды алатын кезде 1 стақан су құйып, салқын су сүзіп алыңыздар. Міне тарелкамызға сүзіп алдық. Енді осы салмамыздың осы сорпасынан, майлы жерінен алып, қамырдың үстіне бірнеше рет құйып, қамырды араластырамыз. Себебі қамырымыз жабысып қалмауы керек. Осылай дәл бешбармақ ет асқанда осы қамырға майын құямыз ғой. Сол сияқты осылай қамырдың үстіне майды құйып араластырып, салмамыз саламыз. Нан салмамыз, яғни дапанжи тамағымыз дайын. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз, үйіңіздегілерді қуантыңыз. Ас болсын.